Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы табиғат және адам. Лепті сөйлем. Біз бүгінгі сабақта лепті сөйлем туралы түсінік қалыптастырамыз. Лепті сөйлемге қатысты берілген тапсырмаларды тиісті дауыс ырғағымен оқимыз. Суретті пайдаланып, лепті сөйлем құрастырамыз. Бірінші жаттығу: өлеңді түсініп оқы. Балалар, біз қазір сендермен бірге Садықбек Хангелдиннің сендерге арналған «Бәрі менің өмірім, сен сыйлаған» атты өлеңін оқитын боламыз. Бұл екі шумақта табиғат не екені баяндалған. Ендеше қазір бәріміз бірге әндетіп айтып көрейік. Садықбек Хангелдин. Бәрі менің өмірім, сен сыйлаған. Табиғат, тіршіліксің тұнып тұрған. Сен күнсің көтерілген күліп қырдан. Сен көлсің, сен ормансың, сен бұлбұлсың адамды сұлулыққа құнықтырған. Сен жарықсың, сен жерсің, сен гүлсің, сен адамсың, сен ауасың, сен анамсың. Бәрі сен, менің өмірім, сен сыйлаған. Туған жерім, отаным, Қазақстан. Сурет бойынша білетіндеріңді айтып көріңдер. Тиісті нүктелердің орнына суретке байланысты сөйлем құрап жазайық. Балалар, мына гүлге қараңдаршы. Қандай әдемі гүл. Мына пілдің үлкен анай. Су бұрқаққа сөйлем құрап жазып көрейік. Су бұрқа қандай тамаша. Келесі мына балаға сөйлем құрап көрейік. Қане ойланамыз. Неткен ақылдысың, балақай? Балалар, мына суреттің барлығын бір сөзбен не деп айтуға болады? Әрине, табиғат деп айтуға болады. Себебі бұның барлығы да табиғатқа кіреді. Жарайсыңдар. Бұл лепті сөйлем. Лепті сөйлемді дауыс ырғағымен айтады. Енді балалар үшінші жаттығуға назар салайық. Балақай мен қалақай. Саяхаттап көрдік қыр. Қырға бардық, тердік гүл. Айқайлайды балақай. Алақай-ау, алақай. Жапырақты үземін, гербарий ғып тіземін. Ол ботаны бас салды, міне шатақ басталды. Қарап алды қалақай, жылап қалды балақай. Балалар, сендер қалақай туралы не білесіңдер? Қалақай бұл өсімдіктің түрі. Оның сабағы мен жапырағы түкті болады. Сондықтан да ол балақайдың қолына кіріп кеткен. Содан кейін балақай жылап қалды. Балалар, енді мына өлеңнен баланың көңіл күйін білдіретін сөйлемді тауып көрейікші. Әрине бұл алақай-ау, алақай. Тыныс белгісіне назар аударсақ, бұнда қандай тыныс белгісі тұр? Тамаша, бұнда лепті тыныс белгісі тұр. Демек, адамның көңіл күйін, сезімін білдіретін сөйлемді лепті сөйлем деп атайды. Олар көтеріңкі дауыспен айтылады. Лепті сөйлемнің соң леп белгісі қойылады. Енді дәптерлеріңді ашып, төртінші жаттығуды әдемі етіп дәптерлеріне көшіріп алыңдар. Алдымен оны дауыс ырғағымен оқып көрейік. Алақай, алақай, күн шықты, жер үстіне нұр шықты. Бұл өлеңде баланың көңіл күйін білдіріп тұр, иә? Жарайсыңдар. Дәптерімізге әдемі етіп жазып алайық. Және де бұған байланысты сендер өздерің де 2-3
лепті сөйлемін құрап көріңдер және де оны сыныптастарына оқып беріңдер. Сонымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сендерге бәрі де түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңдар.